екі балам. Амандас көрсең қаладан, мой братан не тигр, мой братан арыстан. Сіз сенбі сайын Барселонаның ойынын Камп Ноудан көреді деп естідік. Мен ауқатты азаматпын. Өзім қалтамдағы ақшамнан осындайды салып тастап қарап отырмайым ба? Ашығынан айтсаңыз. Тартыстың нәтижесінде осыны сатып алдық. ЖГТУ ректоры Қошқаровпен қандай қарым-қатынаста болды? Солардың ішіндегі өсіп өніп, биікке көтеріліп келе жатқан қайта мен. 1 миллиард 200 миллион осындайдың үстіне шығады. Оның анау Тараздың бай деген сөзіне мен шамданып кеттім. Басың істесе бай бола біл. Қаржылай оларға көмек беремін деп мен айта алмаймын. Эмоцияға беріліп қойған жоқсыз ба негізінде? Дорбаңызда долларлар, сейфіңізде суммалар. Көп азаматтардың мүмкін алдында шығармын. Жағдайым жағынан да. Мінген машинеңіздің марка, модель қандай? 350 миллион менің кредитім бар. Айына қанша төлейсіз? Ашындым. Көкірекбаев құдаңыз ба? Кекетім оқытып жазып отыратын адам ба, мен білмеймін. Қайырлы күн, қайырымды жандар. Жамбыл медианың жаңа жобасы емін-еркін, яғни еркін форматта екеудің әңгімесі болады. Бүгін бізде қонақта, жоқ, бүгін біз қонақтамыз. Кімде? Әрине, аймағымызға аты белгілі абыройлы азамат, беделі 5 түйеге жүк болатын белгілі кісі. Мүмкін менің мақтауым артық, бірақ бұл кісі менің мақтауыма мұқтаж емес. Өзі де мен баймын деп мақтана алмайтын ТИГУ-дің ректоры, есімі Ерболат Сойы Саурықов. Қош көрдік, аға. Рахмет. Аға, сізге сауалдан бұрын айтарым бар еді. Жалпына жүрегіңізге, жүйкеңізге жүк салатындай, санаңызға салмақ түсіретіндей сұрақтарға салмақты жауап беруге, жалпы еркін форматта, емін еркінде, еркін отыруға дайынсыз ба? Дайынмын, әрине. Еркін әңгімелескен, еркін сұраққа жауап бергеннен басқа қандай жақсы жағдай бар. Рахмет. Ендеше сіз қарабайыр тіршіліктегі қарапайым отбасынан шыққан білімді азаматсыз, профессорсыз. Қалай аштыңыз, қалай жеттіңіз университетті ашуға? Бала кезімізде тура осындай жағдайға жетеміз деп ойлаған жоқпыз, бірақ арманымыз асқақ болатын. Жоғарғы оқу орнына түсіп, сол мектепке қайта қайтып келсем, түбінде осы ауылының мектебінің директоры болсам, осы жерде қызмет етсем деген ең алғашқы оймен шыққан болатынбыз. Сол уласа, сол ауыл мектебі үлкен мектепке ұласып, мінекей бүгінде университеттің тұтқасын ұстап отқан жағдайымыз бар. Әрине бұған жету ол оңай емес, еңбектің арқасы, білімнің арқасы, көп жерде білім алдық. Осы біздің Жамбыл педагогикалық институтынан бастаған біліміміз Қазақ ұлттық университетінде жалғасты. Одан кейін Ташкент қаласындағы қолжазбалар ғылыми зерттеу институтында жалғасты. Одан ары Самарқанд мемлекеттік университетінде жалғасты. Осылай білім іздеп, білімді қуалап, ақырында ғылым саласында өзіміздің деңгейімізге жеттік. Ғылым доктор атандық, профессор атандық. Одан кейін әрине бір бағытта өзіңнің салаң, өзіңнің пәнің бойынша сабақ беріп жүре беруге болады профессор ретінде. Бірақ көпшілікке білім берейік, көпшілікке жағдай жасайық, жастар сауатты болсын, еліміздің жастары білімді болсын деген мақсатпен осы университетке басшы болып, осындай жұмыстарды атқарып отқан жағдайымыз бар. Осы жақында ғана желіге жазба шықты, жаңағы ауылдар арақтан бас тартты деген. Соған сіз жағы шамданып, шала білініп, сондай бір реакция танытып, сіз жалпы бай емеспін, блогер сымақ деп. Сонда сіз бай емессіз, ана кісілер блогер сымақ, сонда сіз өзіңіз кім деп қалай қарайсыз? Сұрақ жақсы, дұрыс қойылып отыр. Мен енді бұлай о жерде, енді белгілі бір блогер ма ол, мүмкін блогер сымақтар ма, әлде бір еріккен уақытында телефон қолына алып отырып, әртүрлі адамдарды кекетіп мұқатып жазып отыратын адам ба, мен білмеймін оның кім екенін, авторын да білмеймін. Бірақ сол мені жазыпты. Тараздың байы, осындай Құмözек ауылындағы ішімдік сататын нелерге
өз қаржымды төлеймін деген сияқты нәрселерді. Біріншіден, мен келіспей оған шамданған себебім, Тараздың бай деген сөзге мен шамдандым. Мен біріншіден ешқандай да бай емеспін. Бізде Таразда менің қазіргі жағдайымды 1000 есе орап алатын азаматтар бар. Не бір бизнесмендер бар. Бірақ сіз байлардың бірімін деп есептемейсіз бе өзіңіз? Мен байдың бірімін деп өзімді есептемеймін. Мен қай жағынан баймын? Мен рухани баймын. Мен халыққа, көпшілікке, жастарға білім беру бағытында жұмыс істеп жүрген ортаммен баймын. Мен өзімнің достарыммен баймын. Мен өзімнің әулетіммен, отбасыммен баймын. Былай дейді ғой, неғұрлым қалтаң қалыңдаған сайын, жағдайың көтерілген сайын кішіпейіл бол. Көпшілікке жағдай жаса. Күніне бір адамды болса да қуант. Құранда бар осындай. Күніне бір адамды қуант. Егер мен жасап атқан жұмыстарымның, тірліктерімнің, енді өзімнің кішігірім бизнесім бар, оқу орнын басқарып отырмын, тауып жатқан қаржым бар. Мен енді жағдайым нашар деп айтпаймын. Құдайға шүкір. Көп азаматтардың мүмкін алдында шығармын, жағдайым жағынан да. Бірақ ол байлық емес. Байлық деген адам басында мәңгі тұрмайды. Бүгін бар, ертең жоқ ақша деген мәселе. Сондықтан мен жаңағына сөзге шамдандым. Мүмкін мен астында жақсы көлік жүрген шығар. Мен жақсы үйде тұратын шығармын. Мынандай университетке студенттерге осындай жағдай жасап жатқан шығармын. Былайша айтқан кезде, осы жасап жатқан нәрсенің бәрін алып мен қалтама салып алсам да болатын еді өзімнің. Бірақ ол байлықпен мен қайқа барам? Жаңғыз өзім, жаңғыз басым. Айтады ғой, байлықта мал бір жұттық, байлық тағы бір деген сондай бір сөздер бар қазақта. Мен студенттеріммен баймын, мен осы ұжыммен баймын. Осыны айтқым келді да мен. Оның анау Тараздың бай деген сөзіне мен шамданып кеттім. Қазақта бұрыннан бар тіркестер тола, арқаның байы, теріскейдің байы дегендей. Енді сол сөзді сіз оғаш түсініп, одағай қабылдап қалатындай, сіз жай адам емессіз, профессор деген атағыңыз бар. Сол жағынан эмоцияға беріліп қойған жоқсыз ба негізінде? Мүмкін сәл эмоцияға берілсем, беріліп те қойған шығармын. Дүкен ұстап отқан адам ол кішігірім кәсіпкер ғой. Ол содан өзінің күнін көріп, отбасын асырап отыр ғой. Мүмкін арақ сатқызбай, лицензиясы болса, оған арақ сатқызбай, біз оның бизнесіне тосқауыл болып жатқан шығармыз. Содан кейін дүкеншімен сөйлестік. Ауылда 4-ақ дүкен бар екен. Кіші 4 дүкен. Содан олар келісім берді. Біз келісеміз. Арақ сатпаймыз. Арақ сатудан бас тартамыз. Сол кезде мен айтқам, ал егер сіздер осы арақтан түскен пайдадан өздеріңіздің отбасыларыңызды асырап отқандай жағдай болатын болса, одан да сол ақшаны мен сіздерге төлеп беріп тұрайын ай сайын. Мысалы, бір дүкеннің табысы, бүкіл табысы бір 200 мыңдай теңге болатын болса, оның үшін арақтан түсетін пайдасы бір 30-40 мың теңге шығар ұзаса. 4 дүкен санасаңыз, сонда бір 150-200 мың теңге болуы мүмкін ай сайын. Пайдасы, арақтан түсетін пайдасы. Мен айттым, одан да сол 150-200 мың теңге мен сіздерге ай сайын беріп отырайын. Өзімнің айлығымнан, өзімнің бизнесімнен тапқан ақшадан. Көп ақша емес. Бірақ сендер ауылға, халыққа арақ сатпаңыздар. Сөйтпек олар айтты, жоқ, бізге ешқандай ақшаның қажеттілігі жоқ, біз арақты онсыз да сатпаймыз, тоқтатамыз деп. Шағын ауылмен шектелесіз бе, әлде шалғай аудандарында дүкеншілер сондай бастама көтерсе төлеп беруге дайынсыз ба? Жоқ, мен енді өзге ауылдарға бет бұрғым келмейді. Бірақ өзге ауылдардың да дүкендерінің ішімдіксіз болғанын мен қалаймын. Ол бағытта жұмыс жасаймын. Ал бірақ қаржылай оларға көмек беремін деп мен айта алмаймын. Арақтан түсетін ақшаны өтеп беремін депсіз. Бұл енді қаржылай қолдау. Қаржылай қолдау. Я, енді сіз оны қарапайым адам қолынан келмейді. Сіз енді жағдайыңыз жеткеннен кейін жасап бермекшісіз ғой. Дұрыс. Дұрыс. Біздің дініміз дүние қоңыздыққа қас, оны құптамайды. Әр мұсылман бар болу керек, бай болу керек дейді. Ал сіз өзіңізді ауқатты азаматпын деп айтуға арланасыз ба? Жоқ, мен ауқатты азаматпын. Ал жаңағы материалды мәтінді мен жазған болатын жаңағы. Мен біздің университетте қазір студенттерге жағдай жасап, қазір мына жерде отырмыз, қандай керемет жерде. Егер мен ондай шәрігем бай болатын болсам,
мен өз ақшамды шығара беретін едім. Ал қазіргі уақытта ешқандай жасыратындығы жоқ. Мен банктың алдында 350 миллион менің кредитім бар. 350 миллион қанша жылға шағылған? 5 жылға шағылған. Айына қанша төлейсіз? Айына біз қазіргі уақытта 7-8 миллион теңгенің көлемінде төлейміз айына. Ал студенттерден түсетін табыс қанша жылдық? Студенттерден түсетін табыстың нәтижесінен алынған кредит бұл. Бізге мынандай үлкен ғимаратты бірден сатып алуға, бірден ремонт жасауға ақша бізге бірден түспейді. Студент біреу бүгін төлейді, біреу ертең төлейді, біреу жарты жылдан кейін төлейді. Ақша шетінен келеді. Сондықтан кредит бізге өте тиімді. Кредит банктен бір-ақ ала саламыз. Банк центр кредит деген бар бізде облыста. Сол банк центр кредиттің алдында біз қазір сол 340-350 миллион теңгедей берешек біз. Бірақ сондай берешек болып отырсақ та студенттер осындай жағдай жасап отырмыз. Егер біздің ондай үлкен қарызымыз болатын болса, ондай шіріген байлық қайықта жатыр. Онда не үшін мен кредит алам? Кредиттің қажеті не? Оны 14-15%-бен біз оларға төлейміз. Үстіне пәленше миллион ақшаны қосып. Өзім қалтамдағы ақшамнан осындай салып тастап қарап отырмайым ба? Енді біз біреудің байлығын түгендеу үшін жүрген жоқпыз. Жалпы алдыңғы шепте жүрген азамат болғаннан кейін артыңыздан сөз ілеседі, сыртыңыздан сөйлеп, жаңағы анаусы бар, мынаусы бар деп айтады. Ол заңдылық қоғамдық. Сондай нәрселерге тоқтау, тосқауыл болу үшін бір ашығынан айтсаңыз, жалпы өзіңіздің жеке капиталыңыз немесе материалдық құндылық қажеттіліктеріңіз жайлы. Оларға не жатады? Өзімнің кәсібім бар. Өзімнің жеке бизнесім бар менің. Мал шаруашылығымен айналысам мен. Ауылымда өзіміз мал ұстаймыз. Одан кейін сол біздің Мойынқұм ауданында өзге жерде тағы да өзіміздің фазендіміз, шаруашылықтарымыз бар. Әулиет Агро деген осы жерден сүт тауар фермасын салып жатырмыз. Өзіміздің жеке кәсіптеріміз бар. Мәселе ода емес. Мәселе жаңағы ана айтылған сөз ана жерде мені кекеткендей, мұқатқандай болып отыр да. Жоқ, ол мақтау мәдениетімен болсашы мүмкін. Сіз қалай қабылдаңыз? Мақтау мәдениетімен болып айтатын болса, онда мен қабылдайтын едім. Бұл тақырыпқа ораламыз. Жаңа сіз айтып өттіңіз, университеттің кредиті, қарызын. Ал жалпы жылдық табысы қанша? Біздің университетке жылдық түсетін жиналатын қаржы, оның ішінде жаңағы гранттардан келетін ақшалар бар, студенттердің жаңағы төлемақылардан келетін ақшалар бар, 1 миллиард теңгенің үстіне шығады. 1 миллиард 200 миллион осындайдың үстіне шығады. Жалпы қанша студентіңіз бар? Жалпы қазір бізде биылғы бітіріп кеткендерді қоспағанда, қазір бізде 4000-ның үстінде студенттер қалды қазір. Биыл 1000-ның үстінде бітіріп кетті. Жалпы сіз жақсылық жасап, жарысып жүрген жандардың бірісіз. Енді бар байлығыңызды біреуге бөліп бермесеңіз де, оның бір бөлшегін өзгеге татымын тигізіп жүрсіз. Ал сондай бәйгеде өзіңіз қаншасыншы орында келем деп есептейсіз? Ол енді мен дәл айта алмаймын. Біз жыл сайын шамамен 30-40 миллион теңге көлемінде әлеуметтік жәрдем көрсетеміз. Жыл сайын. Университеттің атынан жыл сайын. Енді университет жекеменшік қой. Сол университеттің мен құрылтайшыларының бірімін. Сондықтан университеттің құрылтайшылары қалай шешеді шешімді? Ол мысалы құрылтайшылар биылғы айтуы мүмкін. Биылғы студенттерге ешқандай әлеуметтік жәрдем біз бермейік. 30 миллион өзіміздің қалтамызда қалсын деп те шешім шығаруымызға болады. Біз олай жасап отқан жоқпыз. Жыл сайын жаңағы әртүрлі топтағы мүгедектер бар, жетім балалар бар, басқалар бар, көп қой. Осылардың бәріне осындай жағдай жасау үшін осындай әлеуметтік жеңілдік жасаймыз. Сол қолыңыздағы соққан сағатыңыз, мінген машинеңіздің марка, моделі қандай? Мынау қолымдағы сағат Ориент деген сағат. Бұл Ориент деген сағат бағасы шамамен 350 мың теңгенің бағасы болу. Осы шамада. Көлік? Көлік Toyota Camry 70. Қызметтік көлік бар. Одан бөлек өзімнің жекеменшік көлігім бар үйде. Демек, темір тұлпардың төресі Toyota дейсіз ғой? Енді біздің қала үшін өте тиімді көліктердің бірі
қызметтік көлік жаңа қаланың ішінде жүруге Toyota Camry 70 мінеміз. Ал енді біздің жаңағы шаруа қожалықтарымыз бар, жаңа қаланың сыртында соғып отқан жұмыстарымыз бар, агробиологиялық ғылыми зерттеу институтымыз бар, университеттің жасап атқан Мойынқұм ауданында біз 200-150 гектар жерге жүгері егіп, олардың барлығын біздің биология, агрономия мамандықтарына сол жақтан практикадан өткізетін базамыз бар. Олардың бәріне қатынауға біздің джип көлігіміз бар тағы да бөлек. Осыдан 5 жыл бұрын сіз жаңағы 300 бастан тұратын сүт фермасын соғамыз. Сол жоба бүгінде тірі ма? Сол жоба бүгінде тірі, жоқ деп айтамайым. Ол жоба осыдан 2-3 жыл бұрын 100% іске асып қоятын еді. Оны іске аспай қалғанның себебін айтайын. Қазіргі уақытта ол жобаның 80% орындалып қойды. Бірақ неге бітпей тұр? Біз 2018-де мынау жатақхананы алуымызға тура келді. Мынау тұрған бұрынғы қонақ үй сатылуға шығарды. Сатылуға шыққаннан кейін біз осының қожайындарымен келіссөзге кеттік. Сонымен 3-4 айға созылған әрі-бері тартыстың нәтижесінде осыны біз сатып алдық. Сөйттік та бізге табан астында үлкен кредит алуға тура келді. Сөйттік та мен жаңағы 300 бастық сүт тауар фермасын алайын деп отқан кредитімді тоқтаттым да, мына жаққа кредит алдым да, мына зданияны сатып алдық. Сөйтіп бұл зданияны былтыр өздеріңіз білесіздер, былтыр облыс әкімі келіп ашты ғой. Бітіріп студенттерге бердік та, енді сол жаққа қайтадан бет бұрып, биыл сол жақтың күрделі жөндеу жұмыстарын қайтадан бастадық. Мен ойымша биыл күзде алғашқы сол жаққа малдарды кіргіземіз. Бірақ енді сәл бағытымыз өзгерді. Бұрынғыдай 300 бастық сүт тауар фермасы болмайды. Қазір ол жерде біз енді бір 50 бастай сүт сиыр қойық деп отырмыз. 50 бастай бордақ сиыр қойық деп отырмыз. Сөйтіп, тағы да жылқысы бар, бірнеше түрді қоямыз. Бір жағынан ол бізге бизнес болады, екінші жағынан біздің университеттің студенттері үшін практикадан өтетін жер болады. Ветеринария мамандықтарына, агрономия мамандықтарына, өсімдік карантины мамандықтарына біздің студенттер практикадан сол жерден өтетін болады. Жалпы қонақ үй деп қалдыңыз, оны қанша қарызға сатып алдыңыз жалпы? Бұны 430 миллион қалдық біз. Қонақ үйдің бағасы? Қонақ үйдің ең алғашқы сатылу бағасы 430 миллион болды. Бізге тоқтаған бағасы. Дорбаңызда долларлар, сейфіңізде суммалар жиынтығы, ол өзіңіздің коммерциялық құпияңыз. Ол кез келген адамның коммерциялық құпиясы. Бар болса да, жоқ болса да, ол әр адамның өзінің құпиясы. Бұрынғы ЖГТУ ректоры Қошқарпен қандай қарым-қатынаста болдыңыз? Қошқарпен бұлай әріптестік байланыста болдық. Өйткені ол бір университеттің ректоры ол болды, екіншісінікі мен болдым. Әріптестік байланыс жасап отырдық бір-бірімізбен. Бірақ бұлай мынау бір жеке жолдастық, достық, болмаса бір жұмыстан кейін бірге жүру, бірге қыдыру, ондай бізде байланыс болған жоқ. Бәсекелестік, бақталастыққа айналып кеткен жоқ па сіздерде? Жоқ, бақталастыққа мен айналды деп айта алмаймын. Өйткені ол университеттің жабылуына мен ешқандай қатысым жоқ оған. Сол жаңағы студенттер білімін тексерді, одан кейін жаңағы профессор оқытушы құрамының жаңағы сапалық көрсеткіші болады. Соны тексерді, соның нәтижесінде университет жаңағы белгілі шектерге жауап бере алмады. Соның нәтижесінде ол университет өзі жабылды. Оның бізге ешқандай қатысы жоқ. Бірақ ол университеттен ауысқан студенттерді де қабылдадық, мұғалімдерді де қабылдадық. Ешқандай шектеу болған жоқ. Қазіргі уақытта көптеген олардың мұғалімдері біздің университетте жұмыс жасап жатыр. Қандай танымал адамдармен, жалпы тұлғалармен туыстық қарым-қатынастасыз, немесе достық? Үлкен Ақордада сондай бір қызметтерде жүрген деген сияқты ондай бізде туыстық жоқ. Біз бәріміз қарапайым отбасынан шыққан, бір деңгейде солардың ішіндегі өсіп өніп биікке көтеріліп келе жатқан қайта мен. Менен кейінгілер айта алады, осындай ағам бар, осы жақта отырған деп айта алады. Менде ондай жоқ. Ал енді достық қарым-қатынаста әрине бар. Көп адаммен қарым-қатынастамыз. Парламентте, сенатта отырған ішінде маған аға болып жүрген, ақылшы, кеңесші болып жүрген, дос, жолдас болып жүрген азаматтар бар. Кәрім аға Көкірекбаев құдаңыз ба? Кәрім аға Көкірекбаев құда болғанда былай.
құда деп мен есептейміз. Өйткені бұл құдалыққа жатады. Менің үйдегі жұбайымның туыс ағасы бар. Жақын туыс ағасы бар. Сол туыс ағасының ұлы Кәрім ағаның кіші қызын алып отыр. Яғни біздің құдалығымыз бар деп айтамын. Өйткені мен сол құдалықта болдым өзім. Ол кісі облысты басқарып отқанда сізге қолдау көрсетті ме? Ол кісі облысты басқарып отырған кезде облыс өңір басшысы ретінде өзінің қолдауын көрсетіп отырды. Өңір басшысы ретінде. Енді ол қолдау деген қалай? Ол қолдауды мысалы басқа қолдаулармен салыстыруға болмайды. Кейбір адамдар мысалы қаржы табу мақсатында, өзінің қаржысын еселендіру мақсатында, әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында біреулермен байланысып отырады ғой. Туыс боп, құда боп, жекжат жұрат боп жүреді. Ал бізде ондай болған жоқ. Құда болса, құдалық өзіміздің шегімізде отырдық. Ол кісі осында облыстың өңірдің басшысы болып отырды. Бір жағынан ол кісіні мен аға деп тұттым, ақыл кеңесін тыңдадым. Ал енді бір мынау осыны сендер бөліп ала қалыңдар, мынаны тегуға мен бере салайын деген нәрсе бізде ондай болған жоқ ешқандай. Жақын араластық. Әлі күнге дейін араласамыз. Өйткені ол кісі маған аға болып қалды, екінші жаным құда болып қалды. Сондықтан арамызда ешқандай не жоқ. Сыбайластық секілді сыйластық жоқ дейсіз ғой? Жоқ, сыбайластық жоқ. Сыбайластыққа мен ешқашан жол берген емеспін. Ондайға тек қана ол Көкірекбаев Кәрім аға емес, Асқар Мырзахметов бізде облыста басқарды. Ол кісімен мен өте жақсы араластым. Әлі күнге дейін жақсы араласамын. Бүгінгі күнге дейін сөйлесіп хабарласып тұрамын. Одан кейін қазір Бердібек Машбекұлы басқарып отыр. Ол кісімен де мен өте жақсы араласамын. Кез келген уақытта қабылдауында бола аламын. Кез келген уақытта ол кісімен мен кездесе аламын. Өзімнің проблемаларын, мәселелерімді ашып қоя аламын ол кісіге. Сондықтан ол енді неге байланысты? Ол адамның өзінің абыройына, өзін қалай ұстайды, соған байланысты. Енді облыс әкімі де кім көрінген адамдармен араласа бермейтін шығар. Пиғылы нашар, бір тырнағын ішінде бүгіп отырған адамдармен араласа бермейді ғой. Олар да адамды таниды. Олар неге өңір басшысы болып отыр? Өйткені әбден тәжірибелі, адамды тани білетін, сондай адамдар ғана өңір басшысы бола алады. Сондықтан олар да біледі кімнің кім екенін. Сондықтан біріншіден мен облыстық мәслихаттың депутатымын. Екіншіден осы жердегі бір университет басқарып отырмын. Біздің университетте бірнеше студенттер білім алып жатыр. Қаланың өсіп өркендеуіне өзіміздің үлесімізді қосып отырмыз. Одан бөлек мен ауыл партиясының төрағасымын. Осындай қызметтеріміз болып тұрған соң, кез келген басшымен біз кез келген уақытта тікелей жұмыс жасаймыз. Ешқандай сыбайластық ондай бізде орын алған емес. Таразға табаны тиген еліміздегі әйгілі әншілерді сіз шайға шақырып тұрады деп естідік. Досымжан Таңатаров, Саят Медеуов, менің жолдастарым. Біз ертеден доспыз, жолдаспыз. Кез келген уақытта мен оларға звондаймын. Кез келген уақытта олар маған звондайды. Бір жақсылықтарымыз болатын болса келеді, қатысады. Әнші ретінде емес, жолдас дос ретінде, іні ретінде. Бір кейде бір қиындықтарымыз болатын болса келіп көңілін айтады. Ал енді ол жаңағындай әншілермен басқаша жағдайда байланысатын болсаңыз, олар сенің қуанышыңа ақшаға келеді, сенің қиындығың болатын болса келмейді олар. Сіз сенбі сайын шетелге шығып Барселонаның ойынын стадион сыртынан емес, ішінен Камп Ноудан көреді деп естідік. Сенбі сайын деген өтірік нәрсе енді. Екі рет болдық. Бір рет Мадридте Барселона мен Реалдың ойынында болдым, ұлыммен екеуміз. Екінші рет Тбилисиде Севилья мен Барселонаның ойында болдық, Тбилисиде. Осы екі мәрте ойында болдық. Одан бөлек Ресейде футбол әлем біріншілігі өткен кезде Ресейдегі әлем біріншілігіне барып қатыстық. Біздің университеттен 4-5 адам барып қатыстық. Ол кезде Қазанда болған бір ойынға қатыстық болды. Бар болған осы. Яғни Ал футбол жанкүйер екенім рас. Барселонаға фансыз ба?
Жоқ, менің ұлым кімді, атақты футболист, Португалиядан шыққан. Криштиану Роналду. Криштиану Рональдоның несі? Фанаты. Сол Криштиану Рональдоны көрем деп, ол Реалда ма, Барселонада ойнаған кезінде 2 ойынға барғанбыз. Бірінде Тбилиси, жаңа екіншісінде Реал Мадридте. Ал енді мен өзім футболистпін. Казгудың құрамасында ойнадым. Кіші футболдан. Көптеген жарыстарға қатыстық. Қазір ғана кішкене сәл саябырсып қалдық. Уақытқа, жағдайға байланысты. Сіз қызметкерлеріңізбен футбол ойнағанда ол кісілер сізді басшы деп, құрметтеп пас бере бермей ма? Жоқ, ойында ондай жоқ. Олар менің жақсы ойнайтынымды біледі. Сондықтан доп бермеуге тырысады. Сіздің дастархан басында айтатын жақсы тілегіңіз көбіне не? Амандықта жүздесейік, орнымыз жоғалмасын деймін. Бар болайық деймін. Бірді айтып бірге кеттік, өйткені бұл емін-еркін, еркін формат. Жалпы жаңағы желіге жарияланғаннан кейін сіздің постыңыз, сіз жаңағы тигулықтарға тапсырма беріп, тіпті партияластарына да пікір жаз деп пәрмен беріпті дейді. Жалпы ауыл партиясының төрағасысыз. Сондай төрағалық қызметте жеке жұмысыңызға олай жұмылдырғаны жалған ба, әлде? Ол жаңағы айтып отқан сөзінің жаны бар. Оны мен жоқ деп айтпаймын. Мен негізі жалпы әлеуметтік желіні көп қолданбайтын адаммын. Жалпы мен Инстаграмда мысалы жоқпын. Фейсбукте қарап отырсаңыздар, мен анда-сонда бір посттар жазам. Өткенде бір айлық, 1 жарым, 2 айлық тыныққаннан кейін, үзілістен кейін өткенде 2 пост жаздым. Екеуі де пандемияға байланысты жаздым. Өйткені Таразда жағдай ушығып кетті, қиындап кетті. Той мәселесі қиындап кетті. Әкімдеріміз тойға кетіп қапты арасында. Содан кейін мен соны жаздым. Өйткені адамның өмірі деген баға жетпес дүние ғой ол. Адамның біреуге той қызық шығар, біреуге баласын үйлендірген қызық шығар. Ал екінші адам сол тойдан кейін үйінде жаназа шығарып жатса не болады? Осыны жаздым мен. Ашындым. Артынан екінші постты жаздым. Екінші постты жаздым. Сөйтіп отырған кезде жаңағы мынау пост қосылып кетті, оған жауап бердім. Одан кейін ештеңе жазған жоқпын. Ал енді жаңа таратыңыздар деген мәселені, мысалы, пәрмен бергендік емес. Мен өзімнің көмекшіме 3-4 адамға мен осыны кеңірек таратыңыздар деп жаздым. Басың істесе бай бола біл, кедей болу кез келгеннің қолынан келеді дейтін бір далалық па, даналық па бір сөз бар. Байлықтың да, бақыттың да, бірліктің де барлығын баратын жері бірақ нәрседе. Ол жақсы біліммен, сапалы біліммен, жақсы тәрбиеде. Жақсы біліммен тәрбие алған азамат, ол түбінде өзінің мақсатына жетеді. Алдыға мақсат қоя біл, соған жете біл. Ал мақсатқа жету үшін міндетті түрде білім керек. Ал білімді тәрбиемен сүйемелдемесе, ол білім сенің мақсатыңа жеткізе алмайды. Ол басқа жаққа алып шығып кетіп қалуы мүмкін. Жақсы тәрбиемен сүйемелдеп отырмаса. Сондықтан бүгінгі осы отырысымызды тыңдаушыларға да, әлеуметтік желі пайдаланушыларға да айтарым. Ұрпақтарыңызға, ұлдарыңызға, қыздарыңызға, болмаса өсіп келе жатқан жастарға айтарым. Білімді болыңыз, білім алыңыз. Біліммен қоса жақсы тәрбие алыңыз. Осы екеуі сіздерді түпкі мақсаттарыңызға алып барады. Кім болам десеңіздерде? Сәулетті бір университеттің бір сарайын салайын деп жатыр деп естідік. Ол оқу ғимараты ма, не ол? Жоқ, салуды бастадық. Мына жерде оң жақта шыққанда тұр. 2000 шаршы метр құрайтын университеттің әкімшілік ғимараты болады. Отбасым туралы айтып өтейін. Біздің өзімнің отбасымда жұбайым, жан жарым, Саурықова Жұлдыз Мейірханқызы, отағасы мен өзім, одан кейін үлкен қызым Мақпал, ол тұрмыста, одан кішкентай немерем бар, Темірлан атты, одан кейін Аружан деген қызым бар, одан кейін Бауыржан деген ұлым бар, одан кейін Асыл деген қызым бар. Отбасым жайлы осы.
Тараздың байы деп мен жазған болатын. Сіз маған ренжіп отырсыз ба? Жоқ, ешқандай ренішім жоқ. Өйткені мен бағана айттым ғой. Сіз жазсаңыз да, басқа біреу жазса да, ана астында кішкене сәл анықтама беру керек еді. Ана Тараздың байы деген тікелей сөз жүрегіме қатты тиіп қалды да. Жоқ, сюжеттің сілтемесі тұр ғой. Сол жерде бәрі жай жапсар жазылып айтылған ғой. Жоқ, анау басындағы сөзге ғой мен тіреліп отырғаным. Ал сюжеттің өзін анау журналист баяндады ғой. Жүр өте жақсы. Оның мәтінін мен жазғам. Көңіліңізге тисе кешірім сұрайын. Жоқ, ешқандай реніш жоқ. Мен сізге осы бүгінгі ашық сұхбат үшін ризамын. Біздің кез келген мынау бизнесмендеріміз болсын, елге көмек көрсетіп жүрген кәсіпкерлеріміз болсын, болмаса біздің мынау құқық қорғау органдары менен мемлекеттік қызметте істейтіндер болсын, осындай ашық сұхбат жасаса, сонда халықтың алдында олардың сенімділігі артар еді. Сондықтан ешқандай реніш жоқ. Мен қайта өзіммен танысқаныма қуаныштымын. Екіншіден, бүгінгі осындай ашық сұхбаттың болғанына риза болып отырмын. Мен кез келген осы біздің еліміздің азаматтарына айтқан болар едім. Кез келген уақытта өстіп ашық сөйлесіп, ашық айтып, көкейіңдегі нәрсені шын мәнінде халыққа жеткізіп отырсаң, халық оған сенсе, халық сені одан сайын ары қарай көтереді. Жүзің жарқын болады дейсіз. Жүзің жарқын болады, халық сені одан ары қарай көтереді. Мәселенің барлығы неден шығады? Жасырғаннан шығады. Мәселенің бәрі тыққаннан шығады. Мәселенің бәрі ұрланып бөлектенгеннен шығады. Содан кейін халықта сенімсіздік кетеді. Халықтың сенімсіздігі кетті деген сөз, абыройын кетті деген сөз. Өте жақсы. Маған да сұрақ болып, көмейімде жұмбақ болып жүрмейтін еді. Кәсібіңіз көгеріп, көкжиегі кеңейе берсін аға. Рахмет. Сізге, сіздің студенттеріңізге сәттілік. Сүбелі сұхбатыңызға, сүйекті әңгімеңізге көп рахмет. Рахмет. Өшірдің ба? Қоштасып Поштаса салайын. Ерболат Саурықов ағамызбен еркін форматта емен жарқын әңгіме дүкен құрдық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.